Бүгін достар, бүгін сіздерге мак қосылған булочка жасап көрсетемін. Өте дәмді булочка. Ішін үзіп көрсетемін, іші үлбіреп тұрады. Достар, егер де менің рецептерім ұнап жатса, каналға тіркеліп, коммент жазып, қоңырауын басуды ұмытпаңыздар. Булочка жасау үшін керек заттар: ең алдымен 2 жұмыртқаны жарып алдым. 1 жұмыртқаның сарысын алып қойдым, кейін бетіне жағамын. Ал одан кейін 100 грамм жылы су, 100 грамм жылы сүт, 50 грамм сұйық май, 50 грамм шекер, 10 грамм дрожж, 10 грамм тұз және 500 грамм ұн керек бізге. Алдын ала електен өткізіліп алынған. Жұмыртқамызды араластырамыз да. Оған бірінші суымды құямын. Одан соң сүтімді құям. Одан соң майымды құям. Шекерімді салам. Дрожж салам. Жақсылап араластырып алып, дрожжды, тұзымды салам. Енді біртіндеп ұнымды сала бастаймын. Қамыр қатты болмау керек, өте жұмсақ болу керек. Сосын бұны қамырды илеп болғаннан кейін жарты сағатқа көтерілуге, жылы жерге жауып қоямыз. Қамырды илеп алдым, енді қойып қоям көтерілу үшін. Міне қамырым ашыды. Енді бөліктерге бөліп аламыз, дуалап. Булочкамыздың қамырын өстіп жайып аламыз. Жайғанды шаршы ретінде жаямыз, думалақ емес. Бізге кейін ішіне мак салып, ораған кезде 4 бұрышты болу керек формасы. 4 шетін тартып отырып, шаршы формасында жаямыз. Енді осы жайған қамырымызға 2 столовый ложка май құйып, жағып шығамыз. Бір келгіп жағып алғаннан кейін алдын ала жуып алған елікте тұрған магымызге 50 грамм шекер қосам. Араластырып, соның үстіне жағатын боламыз. Өсіп қамырдың үстіне бір келгіп жағып аламыз макты. Енді қамырымызды ортаға қарай бір бүктеп, екінші жағын тағы қайырамыз. Шет-шеттерін қолымызбен бекітіп шығамыз. Саусақтың ұшының көмегімен. Мактар шығып кетпеу үшін үстінен оқтауымызбен шамалы қайтадан жайып басып өтеміз. Макпен қамыр бір-біріне сіңісіп, енді осылай кеңшке бөліктерге бөлеміз.
Bölген bölüklerimiz осылай болады. Оны алып шамалы созамыз. Сөйтіп айналдырып бұрап осындай форма жасаймыз. Екі ұшының біреуін ішіне астына қараймыз да, ал екіншісін үстіне қарай кіргізіп, үсіп дөңгелетіп, тағы да көрсетем. Осылай бұрап, бір ұшын астына, бір ұшын үстіне қарай шығарып айналдырамыз. Сөйтіп табамызға қоямыз. Бәрін солай жасап аламыз да. Табамызда тұрған кезде тағы да бір 10 минутқа көтерілуге бетін жауып қойып қоямыз. Өстіп көтеріледі. Көтерілгеннен кейін жұмыртқаның сарыны жағамыз. Жұмыртқаның сарысын бәріне жағып шықтық. Енді 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Мінекей булочкамыз пісті. Мак араласқан. Иісі деген керемет. Достар, жасап көріңіздер. Өте оңай рецепт. Ішін үзіп көрсетем, қазір іші үлбіреп тұр.